6 дауысты дыбысымыздың 4-шісін өтеміз бүгін. Ол бізде И дыбысы, я? И дауысты дыбысымыз. Осы дауысты дыбысымыз, И дауысты дыбысымыз. Би дегенде ашық буын, ашық буында, яғни бұл жерде жаңағы біздегі алфавиттегідей И болып оқылады. Ашық буында, яғни би болып оқылады. Ашық буында деп жазып қоямыз. Мына жерде екі жағында да дауыссыз дыбыс тұр. Томи қара. Л және Т әрпі екі жағында да дауыссыз дыбыс тұр. Сол себепті бұл жабық буын. Жабық буында біз Е қылып оқып жүреміз бұны. И емес, Е болады. Сол себепті лет деп оқимыз. Лет бұл жабық буында. Енді қайталайық. Би, лет. Ашық буында би болып болады, алфавиттегідей. Жабық буында Е болып оқылады. Яғни лет.